Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Анара Карат, бұл Easy ағылшын. Бүгін біз ағылшын тілін үйреніп келе жатқан адамдардың көбісінің бір үлкен мәселесі бар. Яғни ағылшын тілінде бәрін үйреніп жүр, жақсы сөйлейді, бірақ біреуді тыңдаған кезде түсінбейді. Аудирование болады, тағы да түсініксіз бір нәрселерді айтады. Ағылшындықтар жарты сөзін жеп қойып сөйлейді, кейбір әріптерін қысқартып айтады. Ол кез келген тілде болатын нәрсе. Мысалы, қазақ тілде де біз күнделікті өмірде қысқартып сөйлейміз, бара жатырмын, келе жатырмын, отырмын деген сияқты. Дәл солай оларда да қысқартатын сөздері бар. Сол қысқартулар туралы қазір сөйлесеміз, және де олардың кейбірін көрсетуге тырысамын. Алайда қазіргі үйреткен нәрселерді тек қана ауызекі сөйлеу тілінде қолдануға тырысыңыздар. Қазір енді тақтаға қарап, қалай ағылшындықтар сияқты сөйлеу керектігін қарастырып көрейік. Бірінші, сөздерді қосып сөйлейміз. Яғни әрқайсысы сөздерді бөлек айтпаймыз, бірге қосып үндестік заңына бағындырамыз. Ол қалай? Мысалы, қараңыздар, сөзіміз бар, black coffee. К әрпіне бітіп тұр, және К әрпінен басталып тұр. Яғни екеуі де дауыссыз, бірде дауыссыз. Екеуі бірде дауыссыз болғандықтан біз екі рет К деген әріпті айтпаймыз. Яғни black coffee демейміз. Екі бірде әріп, не істейміз біреуін? Алып тастаймыз, жай ғана сыз тастаймыз. Сонда екі дауыссыздың біреуі алынып кетеді. Сонда black coffee. Black coffee. Black coffee емес, black coffee. A large black coffee. Келесі. Ол тек қана бірде дауыссыз дыбыстардан басталатын кезде емес, кейде екі дауыссыз қатар келгенде де қолданыла береді. Мысалы, old friend деген сөзді біз дыны жай айтпай қоямыз, сол кезде old friend. My old friend. Old friend. Келесі. What. What не деген сөз, я? What деген сөзде Т әрпі айтылмай қалады. Жағына Т әрпін алып тастаймыз. What. Мысалы, what do you do емес, what do you do? What do you do? Т әрпі айтылмай қалады. Кез келген жерде what деген сөзде Т әрпі көбінесе айтылмай қалады. What do you do? Және де do you do, мысалы, do дегеннің өзінде де у айтылмай қалады, жағына d деген дыбыс береді. Мысалы, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Тағы келесі, егер сөзіміз бай басталса, дауыссыз дыбыстан бітеді, және келесі сөз дауысты әріптен басталады. Ол кезде қалай істейміз? Жай ғана Т, наған, мынау, наған жалғасып кетеді. Сонда біз жай ғана not at all деп бөлек айтпаймыз. Сонда былай болады. No at all. No at all. Not 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 at all. Осылай қосып үйренеміз. Әр сөзді бөлек айтудың қажеті жоқ. Дәл қазақ тілдегідей. Әрбір тілде ондай нәрсе бар. Қысқартамыз, қосамыз, үндестікке бағындырамыз. Және де екінші, мынау екі әріпте, мынау G әрпі оқылмай қалады. Көбінесе, көп адам оқымайды оны. Г әрпін оқымаймыз, және де мынау ың әрпіне жақын келеді. Ың. Singing, singing, dancing, dancing, happening, happening. Және де мынау сөздің өзін қарасаңыздар, ағылшын тілінде екі әріп қатар келсе, оны бәрібірде бір әріп сияқты оқи бересіздер. Мысалы, happening деген керек емес, жай ғана happening, happening. Г оқылмай қалды, барлық жерде Г оқылмай қалды. Қайтадан singing, dancing, happening. Yeah, I'm singing. Келесі, қысқартып сөйлейміз. Яғни сөздердің бәрін біріктіріп сөйлеуді үйренеміз. Ол қалай? Мысалы, мынау сөзге қарап көріңіздер. Шындадан зат. Шындадан зат. Көп адам түсінбейді, ал ағылшындықтар осыны көрсе, біреу солай айтса, шындадан зат. Бірден түсінеді не мағына екен. Яғни ол қалай? Шындадан зат. Өзіңіз ойланып көріңізші, қандай мағынаны білдіру мүмкін? Шындадан зат. Естіген адам
түсіну үшін кішкене былай айтып көрейік. Ш дан зат. Осы сөздерге қарасаңыз, сіз бұның не мағына білдіретінін түсіну керексіз. Шындадан зат. Яғни бұның толық нұсқасы, сонда жазайын, иә? Shouldn't have done that. Shouldn't have done that. Яғни толық нұсқасы, иә? Бірақ қысқартып ағылшындықтар shouldn't have that деп айтады. Қазір мына мысал тыңдап көріңіз. Shouldn't have done that. They shouldn't have done that. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі. Ағылшындықтар көбінесе doesn't дегендегі з әрпін айтылмай қалады. Яғни мына жерде s әрпі бар, иә? Doesn't деп оқылатын. Сол айтылмай қалады, жай ғана don't do, don't give, don't do, don't give. С естілмейді. Жай жазған кезде жазасыздар әрине. Айтқан кезде көбінесе солай естілмей қалатын жағдайлар болады. Соны түсініп, біліп жүріңіздер. That makes sense. Келесі. Кешіріңіз, excuse me. Я айтады excuse me деп, бірақ тез сөйлеген кезде excuse me. Excuse me. Сыдан бастаймыз. Excuse me. Excuse me. Excuse me? Немесе it's okay деген сөз бар, иә? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ағылшындарды түсінуді әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі қарап көрейік. Сөздерді қысқартамыз. Яғни, сіздер біле білсеңіздер, ағылшын тілінде жазылған әріптердің барлығын оқудың қажеті жоқ. Яғни, көбінесе жартысы айтылмай қалады, түсіп қалады. Соны қарап көрейік, қалай ол болады, иә? Мысалы, мынау сөзді көбінесе адамдар comfortable деп оқиды. Бірақ оқылғанда or деген мүлдем оқылмай қалады. Сонда қалай болады? Comfortable емес, comfortable. The comfortable silences. Келесі, interesting деген сөз бар, иә? Бұл туралы қазір астына тағы айтамын. Мына жерін қараңыздар. Interesting деген жердегі tre деп естеді. Interesting. Және сонда дыбысы, иә? Г оқылмай қалады, болып естеді. Interesting емес. Interesting еще көбісі айтады, г-ны қосып, иә? Interesting. Ч туралы қазір тағы түсіндірем төменде. Interesting. Келесі. Every. Біз айтамыз every. Айтылғанда every деп айтылады. Келесі. Probably. Осы көп жерде естіледі. Probably. Қысқартып айтқан кезде probably. Яғни probably. Тез сөйлеген кезде probably деп естіледі бізге. Probably not. Келесі. Goodbye деген сөзде қарасаңыздар сөйлеген кезде мынау өд деген мүлдем естілмей қалады. Жай ғана былай естіледі. Goodbye. Келесі, енді тр деген, яғни та деген әріп екеуі қатар келсе, көбінесе біз оны чыр деп оқып айтамыз. Мысалы, country емес country. Tree емес tree. Tree. Country! Келесі, дәл солай, дыр деген, яғни да деген екі әріп келсе, оларды біз көбіне жыр деп оқимыз. Жыр. Мысалы, 100 емес 100. Hundreds. 15 million. Келесі, дәл солай, did you деп оқыған кезде, you әріпі ж болып естіледі. Мысалы, тез сөйлеген кезде, did you do that?
Did you go there? Did you? Did you? Did you? Бүгінге осы, және де тағы қайталап айтам. Бұл ереже емес, және сіз бұлай сөйлеуге міндетті емессіз. Менің жай ғана түсіндіргім келгені, ағылшындықтар тез сөйлеген кезде оларды қалай түсінуге болады. Солардың біраз ерекшеліктерін түсіндіру менің мақсатым болған. Енді бұлай сөйлеуді қай жақтан үйренеміз? Қалай жаттауға болады? Қалай сөздерді қысқартамыз? Кейбір сөйлемдерді қосып айтамыз. Олардың бәрін түсіну үшін сізге жай ғана ағылшын тілінде видеолар қарау керек, ситкомдар көру керек, немесе кез келген бір сериал өзіңіз таңдап көрсеңіз болады. Көбірек видео көрген сайын сіздің құлағыңыз солардың сөйлегеніне үйреніп, дәл солай сөйлеуге сіз де тырысатын боласыз. Яғни сіз оны жай ғана көріп қоймай, олардың айтқандарын дауыстап қайталасаңыз, тегі жақсы. Және ондай видеоларды қайдан көреміз десеңіз, мен сізге ұсынатыным TED Talks. Ол жақта ағылшын тілінде сөйлейтін, яғни ағылшын тілді адамдар көптеген лекциялар оқиды, соны қарасаңыз болады. Және де бір жағынан өзіңізді дамыта аласыз. Өзіңізге осы видео арқылы көптеген қызықты ақпараттар алған болсаңыз, маған жазуды ұмытпаймыз, және де лайк басамыз. Сіздермен бірге болған Анара Қайрат, және бұл Easy ағылшын. Сау!